Алласы бар, жүрегінде иманы бар, жалпы айтқан кезде жүзінде нұры бар, шаңырағында берекесі бар, сыртын толтырар мерекесі бар. Құрметті туғандар, баршаңызға қош келдіңіздер. Біріншіден ассалаумағалейкум. Тамаша, міне қазақша жауап болды. Қазақ айтады: бисмилла, бисмилласыз іс қылма дейді. Бисмиллах, бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер. Енді тойды бастамас бұрын, егер де сізге құлақ түріп тыңдасаңыздар ағайындар, егер де сізге қатысы болса, 2 әріппен жауап беріңіздер. Қатысы жоқ болса, 3 әріппен қайтарыңыздар. Сұрақ қойайын. Бүгінгі тойдың ерекшелігі шын ниетпен басталсын. Осы ақ шаңырақты бүгінгі осы тойға келіп отырған дастарханға, құрметті ағайындар, ақ ниетпен, ақ пейілмен келдік пе? Машалла, не деген жауап. Мен көп көрмеймін, көбісі қысылып айта алмай тұрады өзі бір бар жоқ 2 әріпті. Бүгін сіздер кәдімгідей бір жоңғарға қарсы шығатындай жауап қылдыңыздар. Көкіректеріңізде шын ниетпен пейілдің иісі шығып тұр, аңқып тұр. Тойдың төріне осы шаңырақтың от анасы Шүкіржан анамыз бола ма? Қайда екен? Енді бір қыз шыққан ұят болады, енді бір қолдап отырайық. Жандос, стоп. Стоп. Анажан, қалыңыз қалай? Не переживаете? Точно. Мен неге сұрап жатырмын? Просто енді тойда жүргенмен 15 жылдай болды осы салада жүрген кезде. Той жасап жатқан адам өзінің қуанышын тойлап жатқан емес, қалай болады екен? Не айтады екен? Өзін жабам екен? Ойбай-ау деп жүріп тойды өткізіп алады да, мына сөз шыққан қазақта: енді бәрі кетті, өзіміз отырып шай ішейік, сол көз өсек қыламыз деген. Өзек қылмашын сұрап алып жатырмын. Көңіліңіз орнында ма? Енді әрине дей тұрғанмен де бәріміз бұл жерге қонақпыз. Ағамыз өкінішке орай бұл шаңырақтан ана дүниеге озып кетті, бірақ өзіңіз алып отқаннан кейін сіздің алдыңыздан өтіп сұрайын. Бастауға рұқсат па? Анамыз рұқсатын берді. Әулетке бір ауыздан жұрылған жұмықтай жиналған құрметті жақындар, ең басы Құдайға ауысқан көршілер мен құдалар, өзімнің жақыным деп, бәйтерегім деп келген нағашылар, және де қан тамырында күресінде жүгіріп жатқан бүгінгі баланың тойына өз нәресін, өз уәдесін, өз көңілін қоса келген жақындар, сіздер бір-біреуіңіз баланың ең бірінші іңгәлағанын көрдіңіздер. Екіншіңіз а деп ашқан сөзін көрдіңіздер. Үшіншіңіз тұсауын кесуін көрсеңіз, төртіншіңіз сүндетке отырған көрдіңіздер. Бір күні тіләшәрін көріп, бүгін баланың шаңырақ көтерген күнін көріп отырсыздар. Қош келдіңіздер. Енді әдеттен осылай білесіздер, бұрыннан айтылып жүрген сөз: тұра берсек, аялдама, сөйлемесек, баяндама. Сөйлей сөздің мәні кетеді, сөзіміздің мәні кетпесін. Тойдың төріне әсем әуен болса, осы әулетке түсіп отқан жаңа ақ келінімізді Галя сұлуымызды шақырамыз. Галяке, қоржаға. Atla aybaysın sengelerle şeselerle. Şaşılganda Kızılcaylı yüzümde Sırganda Kaldı yana sizimde Bollege Akşamda aldından aşılganda Kaldı yana sizimde Bollege Rahmet. Bu аса таяқтың өзінің бір құрметтілігі бар. Бұна таяқты ұстап тұратын бала бар ма, білдірші? Ойбай, бұна бір күреске шыққандай шықты ғой бетті. Рахмет. Кім? Кел ала балаға. Егер бұланы қазір бар ғой, екеуің артушы ұстап тұрсаңдар, шын ниетпен 13-тен кейін сразу үйленіп кетесіңдер. Дайынсыңдар ма? Дайынсың ба? Жалпы есеп тұрған түсініп тұрсың ба? Тұрын түсініп тұрған жоқсың, әншейін ұстап тұрған біліп тұрсың әке. Ниет түзу болсын. Осы ұстап тұрған балалардың әке-шешелерінің Құдай қаласа тойында қызмет қылуды осы кісілердің, осы той иелерінің Алла нәсіп қылсын дейміз. Ал енді сөзге озбайық, қызымызды тұрғызбайық, сіздердің ілтипат қошеметтеріңізбен нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп домбырасы арқылы талай келіннің бетін ашып, өз ниетін ақ бейілін жеткізіп жүрген той төрінде осы әулетке жақын қан тамырына қаншама қуанышында қызмет қылып, бүгінгі тойда да осы баланың тойында қызметін алып келген, қара домбырасын, нар домбырасын арқалап келген Абай ағамыз шақырамызды қойғашы өтпаса. Бастайық, мінеге адамның көздеген емес, Алланың көздегені келеді дейді.
әрбір қиындықтан кейін бір жақсылық бар деген мінекей. Келін келді дегенше шаңырақтың керегесін көтеретін кісі келді десеңіз дейді. Ал тойларыңыз құтты болсын. Ал енді оң аяғымен мінекей аттап келген келіннің қадамына нұр жаусын. Әрине ағамыз жіберіпті, көпке хабар шақырмаса ағайыннан өкпе болар. Бұл енді төрт қара деген халық ішінде ақын батыр жыршы да бар. Жыршылары қай кезде төкпе болар, батырлары ел үшін өртке жанар. Бәрін айтты, бірін айт, ағайындар тойларың құтты болсын. Төрт қаралар деп бір қошемет соқ қойға. Ал енді 90 сөздің түйінін тайсалмай тор айтатын тобыл саптылық аңшыл тоғашылардан, үлкен отырған аталардан таспаяға рұқсат па? Ал бәрекелді, енді жеңгелері қазір бір сәлемдеген кезде жайлап иіп қоясыздар, келінді білесіздер ғой. Жеңгеміз айтып жатыр, енді бұл беташар той. Жаңағы тойханадағыдай қысқа айтып кетпей, толығырақ айта бер деп жатыр. Ал ендеше қабыл алыңыздар. Таспаяға біразмын. Түтіннің исінен рұқсат деген сөз шықты ғой. Рахмет ал. Ал бісміллах. Ассалаумағалейкум, амандастым. Хұзырында болғасын жаратқанның. Осы тойда бет ашасын деген кезде төбем көкке жетуге сөйлеп қалдым. Дегенменен ағамыздың бұл тойында не айтам деп ойымды санақтардым. Мінекей балдарыңыз екеу болдау, қатайып бүгінгі күн қанаттарың. Ал талаптыға нұр жауар деген сөз бар, ендеше оңынан келсін. Ей талаптарың, талаптарың. Жандос микрофон шығарып жіберсең, екінші микрофон істемей тұр. Бісмілладан бастайын, рұқсат берді қалайық. Келіннің бетін ашайын, өлеңмен шашу шашайын. Беташар деген келінжан, бұрынғының жол екен. Бипатима анаңыз әйелдердің пір екен. Жақсы болған әйелге жар болармын дер екен. Жақсы да болмақ қандайда, сөйлеген сөзі балдайда. Ата менен ененің бетінен қарсы алмайды. Жақсы да болсаң келінжан, халқыңда сөйлеп мақтайды. Жаманда болсаң келіншек, ізіңе ермес қостарың. Ренжіп қалар достарың. Келінде келмей тұрғанда буылсыз еді беліміз, сығусыз еді жеңіміз. Бүгін келін келгесін жиылып келді еліміз. Орамыл алып ат шауыда көтерілді көңіліміз. Тойға да сойған өгіздің сорпасы өңбізі жібіп тұр жаңа көніміз. Шу-шуда билер, шу билер, арызым бар айтайын. Айтпайда неге қайтайын, ежелге қарамей жүріп. Оза шауып бәйге алған, көпшіліктен үлгі алған. Сен айтайын келінжан, сүйсең сөздің парқына. Өз бетің менен өнер аш, қарама жұрттың салтына. Ибалығы күшті адамның, құтты болсын келін қадамың. 9 ай 10 күн көтеріп бina болдың жарыққа. Құрсағынан ананың шүлдірлеп тілің шыққанша ақ сүттен болды тағамың. Ата-анаға бәрі-бірі ұл менен қызық баланың. Әлпештейді аялап күн түсірмей саялап. Көз ұйқыда болса да көкірегі ұйқысыз. Түн жарымда оянат, қолтықтап бесік таянат. Ұлы да қонсаң ұяға, қызы қонсаң қияға. Сондалады қанағат. Бүгінгі күні шырағым басыңда жанып шырағың. Қосылды басың кеміңе, өмірлік серік сыңарың. Бала болдың бір күнде желкілдеген айларың. Кешкеде дейін жүгіріп, сыр ойынға тоймадың. Арадан жылжып жыл өтіп, адамшылық ойладың сол күндегі тұлымың. Жастықтың дастап тұғырын, салтанат менен сәнсізеп, жетіліп өсті бұрымың. Көзге түсті әлінді қыз салтанатты қылығың. Атаңда менен келең бара, өзекеңді сыйлай бұр өземін деген дәмен бар. Аталар шықса алдыңнан ейліп берер сәлем бар. Қайнаған болса ағаңдай самсоз болып жүрмесін екеніңді біле алмай. Абысың болса жеңшеңдей болмасын көсек араңда.
Bir narseni surasa javob ber qalqam jadırayıp seni de bir kişilik degen kisilik soqtiqtirmay qazan tabaqta istey ber qalqam tusunib Ол да seni kechirер basыңdan өтсе ерсілігі Қайның болса ініңдей бір нәрсені сұраса жауап бер қалқам күлімдей Ертең ол келіншек алғанда сен боларсың абысын жұмсарсың сенде келіндей Бикешің болса сіңіліңа үйрете бер ақылыңа Көңіліңде болса білімің адам болып бой жетсе ол да сенің өрісін қалдыра көрме көңілін Aradan 2 ay өткесін ізіңнен келсе төркінің сағынып жүрмін үйді деп мінгесіп кетпек көлігін сәлем айтта қала бер алып қалда қолыңа жедесі менен өрген сәлем айтта қала бер айтқан бір тілді ала бер жайрап құдағайлары қайтқанда көп жылама еңкілдеп сыпайы күліп қала бер әртүрлі мынау молалар толып жатқан молалар бір түрі бар тар киім ілулі тұрған бар киім тыңдарына жолықпай ылайықтап алдым молдайда келім болам деп көз шашыңның төбесін түйіп алма көтеріп көйлегіңнің етегін көп тарылтпа көмкеріп айтып та тұрмын қиялмай басыңа үлкен сорғылар отыра алмай тұра алмай жұмсағанда бір жерге қасарма болма тіл алмай тезірек барып жылдам қайт кідіріп қалма келе алмай тар қол болып келінжан күйеуіңді ұялтпа барыда менен базар қыл жүгірмей ақ зиятқа мөңіреп тұрған сиырды ақыры тұрды қорада қалыпта жүрмен құятқа суын керіп шөбін сал қозыда менен құлаққа ата-анаңнан бата алып жетерсің сонда мұратқа Атаңның тілін қайырма артарсың нарлап көп түйе Адамның тілін қайырма сауарсың байлап көп бие Ақылын ал білгеннің алдынан жүрме үлкеннің Бұрынғыдай күн қайда қатарың келсе құрметте айыбы болмас келіннің Күйеуіңе қарасам қырғандай да жойғандай келін жаңа қарасам қанағат алып тойғандай Менің де айтқан сөзімді ұмытып жүрме ой қалмай Өтер дәурен басыңнан сабырлы бойла жасыңнан көп айтқан менен пайда жоқ жеткерге Алла осыдан шашбау таптың шашақтап орамал таптың моншақтап бұйрығы менен Алланың үйіңнен шықтың бер қарай көзімнің жасы моншақтап айтқанда менен таусылмайды әдемі жақсы өнеге насихатты тоқтатам келсе қайтеден дәл әуметі сәлемге Tüyümді жайсам сор таққа май қаралы жан таққа ерінбей қалған сәлемет бұрынғы өткен арбаққа барша марқұм аталарың әжелерің сарқытбай аталарың тәжгүл әжелеріңіз Ибрахим Халил Инжибе ата апаларың Оңғарбай атаңыз Базар апа Балтабай апа атаңыз Бақыт жездеңіз Әділхан, Дәнихан Нағашы ата әжеңіз өтесін, жаңылсын марқұм ата әжелеріне арнайлап сәлем етіңіз рухына. Тау үстінен ел жүрер, ел үстінен жер жүрер, мынада тұрған қара жер кезегіменен жеп жүрер. Атасы кетсе орнына ұрпағын әуеттеп жүрер. Марқұм Қуанышбай атамды атам өтейін рухы мүмкін кеп жүрер. Қуанышбай атамыздың рухына арнайлап бір сәлем етіңіз. Анауда тұрған аталары, анауда тұрған атаңыз күн шыққанша жатпаңыз. Атаның алып батасын, ақ тілегін ақтаңыз. Жәке. Кішкене тағы микрофон шығарып берсең өтініш. Аталарыңның алдында әдептілік сақтаңыз. Анау тұрған аталар рулы келдің айбары. Аталарыңның барлығы аталыққа сайбары.
Aman bolsun atalar, aman bolsun әжелер, бейбітте күннің байрағы. Қағазы өйді. Барша әулеттің үлкендері, Талшеріп атаңыз, Шәргүл апаңыз, Абай, Айгүміз, Аймұхан, Тасбай аталарың, Орақбай Тәрбия, Асан Қарлыға, Нәдірбай Роза, Жұмабай Тазагүл, Сақып Шәріп Жамал, Балтабай Ырысхан, Ырысжан, Жетес Жеткербай аталардың, әжелердің құрметіне арнайлап сәлем едіңіз. Тұнық су көлдерге сел болар, байламасаң сағасына. Сол сияқты жігіттің үш түрлі жұрты бар дейді, көтерер келіп жағасын. Бірінші жұртың өз жұртың, екінші жұртың қайын жұрт, нағыз жұртың нағашың. Барша Бақ-дәулеттің нағашылары Құралбай Ақкенже, Болатбай менен Гүлнара, Мұратбай менен Мырзагүл, Батырбек менен Майра бара, Жұмасынды нағашың, Роза атты нағашың, Кенже атты нағашың, Қанат менен Бейбіш бар, Бөкенбай менен Күләш бар, Дүйсен менен Дәнеш бар, Бауыржан менен Қибаш бар, Шындаста менен Зейнештері, Жаңалық менен Зейнегүл, Айтбай менен Дәмегүл, Әділхан менен Раушан, Оңғарбай менен Бота бара, Дәулетбай менен Толғанай, Жаңалық, Айтбай атты барша нағашы апа, нағашы ата ағаларыңа арнайлап сәлем едіңіз. Бөлеңіз көпті көрген көнеңіз, ауылы алыс ел жалғай келсе сағынысып келетін. Сен де тудың анадан, мен де тудым анадан, байқайсың ба бауырым. Нағашымыз бір адам деп келген барша Бақ-дәулеттің бөлелеріне арнайлап бір сәлем едіңіз. Барша Бақ-дәулеттің бөлелері, менің атыма талмап деп шықпаныңыздар, бір бөлелеген есімді көтеріп жүргеннен кейін келіп сәлем бергенге өздері өпелдеріңіздер, ақсоттарыңызды сақтайтыңыздар. Домбыра қолғалай біразғандай толғана, Құдаларың бар екен, құдағиларың көп екен, қайтейін оны жырламая. Барша құда жекжаттары, құда-құдағилары. Болот құда бастаған Нағима, Өтеген, Лиза, Күлбай, Аяужан, Мұратбай, Ағатжан, Бақтыбай, Хамажай, Бөлек, Фируза, Самат, Хамид, Қошқарбай, Тоғызбай, Құралай, Сегізбай, Дәме, Қасымжан, Бақытжан, Мұратбай, Бақыт, Амангүл, Назан, Клара, Рано, Сабит, Зүлфия, Ақмарал, Манзура, Сабит, Дәмер, Қуаныш, Райхан, Тәжеш, Ақлес, Жолдас, Бизада, Дәулет, Бақтыбай, шығып жатсыңдармай. Сұлтан аман, біткен жоқ әлі ойбай. Сұлтан аман, Қуан, Мұрат, Қайрат, Рашид, Толыбай, Гүлзира, Нәзиба, Құрал, Сұлтан, Күлғатаба, Сатынбай, Оманжан, Ғали, Гүлзипа, Бейрам, Ғарғаш, Түйсен, Дәрбия, Толқын, Жамила, келсеңдер ортаға, деп қойыңыздар. Атаңыз келіп деп отыр апаңыз, анауда тұрған жездеңіз, жезделерден ай бездеңіз. Жезделерімнің жақсысы әкеде менен тең келер. Барша апа жезделерін Әлиман апаңыз. Әмірбай менен Жүрсінай, Бауыржан менен Құралая, Марыс менен Кенжи бар, Арман менен Ыраная, Жәнібек менен Кеңбеш бар, Рахат менен Жаннұр бара, Хамид менен Шыңдымыз, Өтеп менен Дина бара, Құралбай менен Маржанай, Азат менен Роза, Кемал менен Баян бара,
Temirхан менен Динабара, Марат менен Камар бар, Индира, Альфия атты апа жезделеріңе арнайлап сәлем едіңіз. Анауда тұрған жендерің, сенің елдерің. Сыйлайда білсең жиніңді, аққуда қазға толады көгала шалғай көлдерің. Барша жиен аға жеңгелерің, жиендерің. Қуатбай, Бақтыгүл, Олжабай, Жамар, Жамбыл, Жанат, Алнұр, Асқар, Гүлнұр, Асқар, Кәмшат, Асылбек, Эльмира, Нұрбек, Марал, Нұрасыл, Бекзат, Нариман, Феруза, Ғалымжан, Арай, Әдемі, Нұркен, Түгелбай, Теңелбай, Тұрсынай, Мұхи, Жұмагүл, Баян, Әйгерім, Мейрамбек, Сүндет, Айдос, Раяна, Айсезім есімді жиендер келіңіздер. Келіпті әнет келі, думан құрып салтанатты сәнет келі. Бір сөзбенен айтқанда ортамызда ермек байдай қайнағанның коллективі. Келіп жатыр ортамызға ән қылып, думан құрып салтанатты сән құрып. Бәрі уақытша білеміз ұжымы болсын мәңгілік деп ермек байдың ұжымдастары. Айбазар, Талғат, Бейсенбай, Бектібайы. Қуаныш, Асылбек, Мақаш пенен Молдабай, Жарас пенен Қуандық, Ақалас пенен Орынбай, Сәбит пенен Руслан атты барша ағаларыңа коллективіне арнайлап бір сәлем едіңіз. Қайнаған толыпта тұрған айналам күйеуімнің ағасы. Мереке десе жайнаған, қызмет десе қалмаған. Жанымда тұрған абысын ойлары намысын. Әлі талай көрерсің абысынның шабысын, бірге жер тапқан табысын. Барша қайнағаларың абысындарың, абысын сенің көктемің абысын болар мектебіңде. Жанболат Сымбат, Ерболат Ақтолғын, Азамат пенен Нұргүл бар, Саламат пенен Айхан, Ермекбай менен Алима, Еділ менен Жазира, Байғанин менен Роза, Жайық менен Гүлнұр бар. Ішінде аталарың да бар, барша аталарыңа, енелеріңе, қайнаға абысындарыңа арнайлап сәлем едіңіз. Қыста кетті, жаз кетті, сезген жоқсың қызғалда, бұл махаббат өзгерді, өзгермесін қызғалда. Атаңыздай аяулыға жүп болған жоқ дегеннен, қызыға алған өмірге сенің бағдаулетке жарымды алақанымен әкелген, еңбегі үлкен көтелген. Шүкір жандай енеңе арнайлап келінна бір сәлем. Анауда тұрған қайнысы деген қайгысы, үйленгесін ағасы, атанда түйір бәйгісі. Егешің болса сіңілің, үйрете бер ақылың, көңіліңде болса білімің. Адам болып бой жетсе, ол да сенің көрісің, қалдыра көрме көңілін. Барша қайныларың, егештерің, бек болар нұр сұлу. Нұрболат атты қайныңызда Динара менен Аружан, Маншукай менен Нұржан бара, Димаш менен Нұрдәулет, Айсұлу менен Әдемі, Айдана атты барша қайныларыңа, қайынсіңлеріңе арнайлап сәлем едіңіз. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok çiki Al uyalma kurşal деген ақыл бар, атадан қалған ақыл бар. Ол сөзімді келген дүйім жұрт әрине деймін мақұлдар. Барша көрші аталарың, апаларың, Бақтыбай, Нұрылла бастаған, Жолдасбай, Бөгеш қоштаған, Амантай, Жүсіп, Базаргүл, Рахат Гүлнар, Кенжегүл, Зияда бастаған барша
Осы Шамалған ауылына арнайлап бір сәлем едіңіз 2 рет. Осы жақтағы 3 көшені толтырып атқан көршілердің бәріне бір сәлем деп жатыр көршілер. Көршілеген атты көтерілісімізге ағайын есім ататпаса да келіңіздер, жақындаңыздар. Көршілеген ұғым ортақ болады. Ең бастысы әулеттің үлгендерді бастап тұрғандарын бастадық. Қалғандарыңыз келе-келе. Жақындаңыздар. Жақсы болса достарың арлайды сенің арыңды, жоғыңды сенің білдірмей базар етер барыңды. Арауда тұрған құрдасың, замандасың, сырласың. Іштерінде жүрген бар, егет алмай бір басың. Үй болып ертең оларға махаббатты жырласын. Барша Ермекбай мен Бағдәулеттің достары дейді, арнайлап бір сәлем едіңіз. Жастар, келіңіздер, Ермекбайдың достары, бауырлары, жақындары, ұжымдары, жалпы айтқан кезде Ермегім деп жүрген жігіттер болса келіңіздер. Рахмет ағайындар, чү шығармай қиызы тоғызды жиналайық. Ал қуанышқа бұл тойға келген екен, тойларың бүгін тойға ұласқасын. Адат алмай қалып тағы да бір адам бар, ол менің көмектеген кластасым, кластас екенімді растасын. Ал жалпақ тілдің баласы өзі алыпты, атат алмай қалыпты, атым қашан шығады деп күте-күте жалыпты деп көмекпен Свет аға бір арнайлап. Менің де түп нағашын, жырлайын, мақтайын, осы бүгін жырлағасын. Ел қорағаған жалаң төстің ұрпақтары, еліміз біледі ғой шын бағасын. Жырауыңның таусылмас жыртақ бағы, осылай кете береді ырғақтары. Тойларың тойғаласын ағайындары, кешегі айтекенің ұрпақтары деп нағыз оригинал Төртқара Орақбайға кенжеге арнайлап бір сәлем едіңіз. Естігемін әлемдемін, тағы да кезек келді сәлем берер. Жиендер ас болмайды деуші еді ғой, сол мақалды теріс қылып дәлелдеген. Келіп ортамызға тастап бәрін, көтеріп әнші әкеліп әнші асаба аспаптарын. Ортамызға Наримандай жиен келді, дұрыс қой қол сапқаның қоштап бәрін. Ал Төртқаралар тойларың құтты болсын.
ұрыс болар тағы да ой қол соққаныңа Қазағым бауырған болған еркекпін мен сұлуларға арман болған еркекпін мен ал енді салайыншы мен өлеңмен берілсе кер өнегемде Бағдәулетпен келінде ұқсап тұрсын қосылғанға жібекпен төлегенде Ал келін саған айтар ақылым бар тыңдасаң табысарсың бұл өнерге келген жерге тастай бат судай сіңіп керегі жоқ билікті егеленде бақыт пенен байлыққа кенелерде қызмет ет атаң мен кенелерге Бағдәулет жайлы сөз болса зейнегерде жұрттың қаңқу сөзіне сене берме Бағдәулетте жирен шығып төрге шығар ұқсасаң қара шаштай көрегенге келер ұрпақ сендер жайлы кітап жазып том көп іліп қойсын сөрелерге Ай атаңмен бірге тұрғанбыз Қоңырат деген қалада Алматылық боп кеттік жылдарды салып араға Ал жеңеше той бердің Дүркінетіп той бердің Бағдәулеттей балаңа Бір сөзбенен айтқанда қосылған бүгін жастарға жар болсын Алла тағала Ал бәрекелді, ал енді той қаласын, неге келіндеріңіз баянды болсын, мерейлі аяулы болсын, күлсе сыпайы күліп жүрсе сыпайы жүрсін, алдыменен осы үлкендерді сыйласын, тозбайтын ақыл жинасын, аймағы суат сөзіміз қуат болсын деп бір сөзбен айтқанда, мінеке елінің елеуісі қалғының қалаулысы, ел жұртқа санаулы ағайынға ардақты әулетке аяулы болып жүре берсін әрине. Бағдәулет қайда өленіп жатқан? Ал кәне құрдасына қуаныш болатындай, сырластарына сырт болатындай, ықыласқа иік, ана алдында аласа, ар алдында биік болатындай жастар болсын. Бәрі келінді құттықтап кетеді, мен Бағдәулетті құттықтап қояйын, бәрекелді құтты болсын. Мына болашақ ұлдарыңның, қыздарыңның әкесі Бағдәулетке бір жақсылап сәлемет жіберші, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ұнап жатыр ма? Бәрекелді. Ал рахмет, әрине тойларыңыз той боласын, мінеке жастар бақытты болсын, жеңгелеріне де көп рахмет, жанында тұрған сіздерде ұлды ұяға қызды қияға қондырған тойларыңызда көп болайық. Ал енді Бағдәулет жанына барып тұрсаңыздар, мінеке енді қай кезде де біз сімілімен бастап батамен аяқтаған халықпыз ғой. Базардағы нарықта қазақ білмес сарт білер, айылдың төске батқан адам емес ат білер дейді. Қаймақты сөздің қадірін қазына кеулеп қарт білер деп ортамызда үлкен аталарынан мінеке бір ақ бата сұрайық. Айтылмаған ешкім қалмады ма? Айтылды ма? Ал атаңның қосқан жеріне басыңды қоссың салауат, ойлағанға аз емес осы болар қанағат. Жиналып тұрған жамиғат, барша жамиғатқа арнайлап тағы да бір сәлем етіңіз. Бәрекелді. Атаға темаға кетеміз ба? Аға, алыңда мен бір субтитрді аяқтай жіберейін. Ағайын жеңден берген тапсырмамен бәрі мына жақта жазғандарды аталыпты, аталғандар келіп саларын ортаға ай салыпты, салғандарды қайтейін домбыраны дыңғыр деп абай ағам теманы осылай жауыпты, ал халқы абай ағама разы болып жаңбырдай қошеметті жауыпты. Теманы жағайын, бізге ата керек, бата беретін ата керек деп бетін ашып алсын дейді. Тамаша бетін ашып алғаннан кейін аталарымызға бата беріп Аға, сізге айтып жатыр, Шүкіржанның өзі ашсын, домбыраның шетін ұстап тұрсын деп апамыз приказывайды. Ал, бисмилля. Шемет, ағайын, шемет, қолымызды қошемет. Рахмет. Алдарыңызда болған, домбырасын ұстаған ағай, ол кісінің аты Абай. Қошемет қолыңыздар, рахмет ағай. Ал. Бісміллә деп осы тұрған тұрыста тура осы ритмға осы бата беріп жіберсек, аталарымыз рұқсат болса, бата менен қақтай Таспай атам бастасын, артынан Абай атам қостасын. Бісміллә деп Таспай атам. Жаңа Наурызбек ағамыздың баласы Абай енді мынау бүгінгі келіп түскен келініміздің бетін ашып жатырыпты. Бұл айтқан сөзінде мынау енді орны бар, оңалар деген, өлі риза болмай тірі байымайды деген. Мына кеше ғана
көңіліміз жабырқап, көңілімізге қаяу түсіп, осы жерде жылағаны жылады, жыламағаны ішінен жылады. Енді бүгінгі күні осы Алла оңынан келтіріп, мінекей сол Қуанышбай ініміздің шаңырағында үлкен шаттық той басталып жатырыпты. Мынау Бақдәулет баламыз өмірде Алланың бірінші сол қалауыменен, екінші аруақты ата-бабаларымыздың қолдауыменен, үшінші өздерінің бір-біріне деген махаббаты, көңілдері жарасып, бүгінгі күні шаңырақ көтеруге, отау көтеруге шешім қабылдап, мінекей келініміз оң аяғымен келіп кеше осы үйге келін болып түсті. Не айтамыз? Бүгін мінекей сол ақ түйенің қарын жарылған қуанышты тойымыз басталып жатырыпты. Барлығыңыз осыларыңызды осы жерде жүректеріңнен шыққан ақ тілектеріңізді айтуға келіп жиналып отырсыңыздар. Мына сол басталып жатқан тойымыз құтты болсын, қуанышымыз қуанышқа жалғаса берсін. Келген келініміздің аяғынан, шопанның таяғынан дейді, осы жерде іңгіліған балалардың саны көбейіп, Қуанышбай ініміздің ұрпағы өсіп, өніп, арман қарай көбейіп, әруақта ендігі жағында аманшылық болып, той болып, тек қана жақсылыққа жиналайық. Мына балдарымыз бақытты болсын. Болатын тойымыз бір сәтті, қызықты, мағыналы, мәнді болып өтсін. Балдар бақытты болсын. Бірінші айлық денсаулық, дендері сау болсын. Осы ендігі жағында Қуанышбай ініміздің көрмей кеткен қызығын мынау Шүкіржан келініміз, мына жерде аталары бар, қайнағалары бар, басқа аталары бар, мінекей. Солар ендігі жағында осы шаңыраққа әр уақыттарда өздерінің қолдауын көрсетіп, қамқоршылық жасап, балдар сол бақытты шаңырақ, бақытты отау болып өмір сүрсін, тойымыз тойғаласын. Амин. Әңгімені бастаймын, Таспай ата мош деп ата берсе, бүгіннен бастап темекін тастаймын. Амин. Таспай ата бата беріңіз. Раббым Алла, Раббым Алла, Раббым Алла. Мына бүгін Қуанышбай ініміздің шаңырағында үлкен қуаныш, үлкен той, жарына Абай Масым айтып кеткенде Ақтүйенің қарны жарылып, бүгінгі күн ел халықты жинап, ағасы бардың жағасы бар дейді, інісі бардың тынысы бар дейді. Міне осынша мені бастап жүрген Балтабай бастап, Барақбай қоштап, жас үлкен Абайдай ағалары қолдап, мінекей бүгін той басталып жатырды. Той құтты болсын. Келінжан айналайын, мынау аттаған, босаған құт берекелі, мерекелі босаға болсын. Ішінде өскейсін, өңгейсін, Бақдәулетпен екеуің. Бірін әке танып, бірін ана танып, үлкен шаңырақтың иесі болып, шаңырақтарының ішінде сәбидің үңгәсімен күлкісі кетпесін. Айналайын, келін кеше жүрген, тұлымшағын желбіреп жүрген қыз бала болсам, енді бүгін әкеңнің үйінен аттап шығып, өз отауыңа келіп olsun, өз шаңырағыңа. Шаңырағың құтты болсын. Алла Тағала осы шаңырақтың ішінде Бақдәулетпен екеуің өздеріңнен өсіп өнген ұл-қыздарының қызығына, қуанышына тоймай, бірің ақсақалды шал болып, бірің сары тісті кемпір болып, өздеріңнен өсіп өнген ұл-қыздарының қызығының қуанышына кенеліп тоймай жүре беріңдер. Балам, қыз, кешегі қыз, бүгінгі келін, ертең ана болады. Ана каба. Соның үшін сен де мына Шүкіржандай анаңды, апаларыңды, абысындарыңды, әжелеріңді сыйлайтын жақсы азамат бол. Ана барлық тіршіліктің бастауы. Ананың ақ сүтін ақтайтын азамат болдыңдар. Жақсы барлық уақытта елдің, халықтың алғысын алып, өскенің өссін, өңгейсін, бақытты бол деген
үлкендердің алғысын алатын жақсы келін болғайсың. Алла тағала бәріңе мына бағдәулетпен екеуіңе барлық уақытта денсаулық, ұзақ өмір, ұзақ жас, кең пейіл, дастархандарың толы болып, ағайын туысқанның алдында аман жүріп, елдің, халықтың жаңа абай жиен айтып кеткендей, үлкен елдің келіні болып атсын, сол елдің атағына сай болатын бақытты, дәулетті, абырайлы келін болғайсың. Амин ақсақал, айтқаныңыз келсін, жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Әр төрде, әр шаңырақта жарқырайтын ден мен ұзақ ғұмыр берсін. Аман жүріңіз. Ал тағы да бір батаға көшейік, Нәдірбай ағамызға. Қарны жабылып, үлкен тойланып жатыр деп ағаларымыз айтты. Ағаларымыздың айтқан жақсы тілектеріменен берген баталары Алла тағала Алланың құлағына шалынсын. Мінекей бірінші бақыт, денсаулық дейді ғой, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Барлық уақытта әулеттен де асып түсіп дегендей, осы айналадағы ағайын туыс жер жақ тұрады көрші қолаңның айтып жүргендей жақсы келіні әдепті келін бол. Аллаху акбар, айтқаныңыз келсін. Сегізбай ағамыз осында ма екен? Әнекей шүкір қарындасымыздың бірге інімізде болып осы тойды көргенде. Өткенде салауат дейді енді. Ол Алланың ісі, үлкен қуаныш, үлкен той көктем келіп жатыр, бағдәулет деген бақытты болсын екі жас. Алдарында сол жүріп қызмет істесін, екі жаққа да берсін. Дендері сау болсын. Сол Құдайым жиналсақ тек қана осы қуанышпен біздің үйде жақсы күндер жүрсін. Рахмет. Ағайын абыр-сабыр кішкене доғайып, кішкене сабыр сақтайық. Нағыз тілек жүректі. Ал тілек батамен келеді, батамыз амин деп қабыл болсын деп қосылып отырыңыздар, одан кейін дастархан басына шабамыз. Ары қарай Құралбай ақсақал. Құралбай ақсақал қайда? Жақсы бата берілді, Аллах бұған жансын. Екі жас бақытты болсын. Келін қадам құтты болсын. Келін аяғынан қойшының аяғы дейді, құтты келін болсын. Бақытты болсын бала, өліміне өрсін сол. Амин. Айтқаныңыз өтсін. Шарат ақсақал бар ма екен? Шарат атамыз. Шарат атамыз. Марат екен ғой бай. Шарат деп кіші сияқты болып тұр. Марат ағамыз қайда екен? Құтты болсын. Балдарын көтерген жаңырағы тұрақты болсын. Дендері сау, бойлары қуатты болсын. Өмірлері ұзақта ғұмырлы болсын. Аспаны ашық. Күндері шуақты болсын. Көтерген осауларының шаңырағы биік болсын. Қосағасы болаттай берік болсын. Алла қолдап, қоралары малға, үйлері жанға толсын. Бақытты болсын, өмір жасы болсын. Амин. Айтқаныңыз келсін. Алтабай ақсақал, ел амин. Жақсы тойсын қол, бағаны мен жақсы күнде жақсы тектір айналып, Құдайым осы келін, құтты келін ол, өзі тойға барсын. Амин. Ал, тағы да кім қалды ағамыз? Тағы да бір рет қарап жіберіңіз. Аға, Алтабай аға. Қарап жіберіңіз, тағы да қалмасын. Болды ма? Бәрі. Ал. Қарап жіберіңіз аға. Бақытты бол. Айттым ағам деді. Қуанышбайдың үйінде үлкен той болып, ақтөбенің қарны жарылып, той болып жатып, той қылмасын. Келген баламыз бақытты болсын. Құрып атқан бұтау шаңырағы биік болсын, керегесі кең болсын. Іргесі қозғалмасын. Баламызға терең денсаулық, өмірлік берсін. Келген баламыз тастай батып содай сіңсін. Төртқара ауылының атақты бір келін боласына жетсін. Құдайым болмасын, әулелер қолдасын. Бақыт, дәулет, перзентте болмасын, хазірет. Осатқы тілегіміз бір Алла өзі қабыл ет. Амин ақсақал, айтқаныңыз келсін. Баяғыда сөз бар еді, алтынмен қаптап, күміспен қаптайды деп. Бүгінгі тойда міне батамен қаптап отқан аталарымыздың батасы қабыл болсын. Ақсақалдар, алдыңғы шекті ұстап жүре беріңіздер. Алдыңғы шекте сіздер жүрсеңіздер, артта өсіп келе жатқан келешек ұрпақ. Біз сіздердің арқаларыңызды Құдай қаласа күндердің күнінде сіздердің тілдеріңізден, баталарыңыздан басамыз. Аман жүріңіздер. Сағаттың тілі тоқтаса да жүректің дүрсілі тоқтамасын. Аман болыңыздар. Ал енді бір шашынған адам отырыңыздар. Бір минут қалдырыңыздар. Ал аға, абай аға.
Ал жаңа жас үлкендер отырған орындарына барыңыздар, қалғандарың сол ана жердегі стол, одан кейін менің мына шатырдың астына барып, сол жерде мына тойдың сол тағамынан ауыз тиіп, сөйтіп қайтыңыздар. Ай, болды. Ол не айтып негізі? Рахмет, әмин, әттен көрсін. Ал ағайындар, жақындар, бүгін шын қуаныш деп келдік қой енді. Абдырамай, асықпай, саспай, келіндер чуламай, ең басы бәрі ат алды, шүтті, салды, берді. Енді достардан басқа жайғас отырайық. Ал ағайындар, дастархан басына келіңіздер, палаткеге, ана жерде нанестің астына бар. Сол дайындалып тұрды. Келіңіздер, тамақтарыңызға дәм алып кетіңіздер. Келіңіздер ағайындар. Топ келін алу жоғы. Бірақ қаспай ағам айтқандай мына жігіт темекін тастасын енді. İş var endi, so'sini arjaq bor, ari gün. Davay, to'xtab tur. Az nayiga. Keseli yıllarını vakti toyuna gelin. Ama çok olsun yerden şahane. Toy buna versin. Beş şaşı olsun yerden şahane kalırsa. Toy olsun yarın oyun dedi. Mына жастар бақытты болсын, келіннің құтты болсын, айналайын. Сол ендігі жылы немере тойға келгенбіз, сол дастарханың тойға жайылсын, тойың той қыласын, барлық қызықты өзің көр. Алла тағалам сені тек қуаныштан жаздырмасын. Келесі жылы бесік тойыңа келіп, сол бесік тойда осындай арқа-жарқа болып, кең дастарханда бірігіп бәріміз отыра берейік. Тек бақытты, қуанышты болсын жастар. Айтам, Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, шаңырақтар биік болсын, керегелер кең болсын. Сол барлық жақсылықтар жастарыңызда бола берсін. Ендігіден былай енді өзіңіз сол балаларды қызған көре беріңіз. Барлығыңызға да сондай той тілейміз. Өмірі көшеді да айналайын. Туғаныңды көрдім, өскеніңді көрдім, тұрмысқа шыққаныңды көрдім жаным. Мына оның артының жағында алашық болған той болғай. Мына пішіріп атқан келіннің аяғына қойшын аяғына деп құтты келін болғай. Ел халыққа мейірімді болғай. Өсіп өңгейін, мына туған туысқандардың бәрісін нені тілеп келіп ады, бәріне денсаулық берген. Кесі шаңыраған тойға келгейміз шаңыраған. Bir әрмен болсын шеш, жетпершеш. Тойың құтты болсын, келіннің қызметі берсін. Осылардан емере, шөбере сүйіп, қартаймай, ауырмай, шалқып жүре бер. Мына кесек бірдей жақсы күнге тойға келіп.
Алланың нұры жауып, ауыздарынан ақтары кетпей, бастарынан бақтары кетпей, бақытты дәулетті болған саған қызметі бұйырсын айналайын. Рахмет. Қызметі бұйырсын. Ерімді болып келсін. Қалаңыз аяғы жарасын. Ойын көріп ойын көрсін. Өмір сау болсын, бақыт болсын, жастар ұзақ болсын. Алла өмірі шүбірлі болсын. Айтпақса, келін аяғынан келін аяқ жеңіл бастасын дайын. Орын туған болады енді ешқандай еліна бәрі жақсы болады. Шашуға бассын. Енді келсек, келесін келсін, шашуға келейік. Ертең той қылып тұратын ғой, тойларды оңдырсын, құтты болсын осы тойларды. Ағайын қуат болсын, бәрі жинап елғанға рахмет. Күн той қаласын, бәрімізге рахмет. Бақытты болсын, сөз аяғы жарақ. Тойлар оң болсын, құтты болсын. Үлкен шаңырақта келін айтсын да. Аттар кете алмаймыз. Айтпакен әлі жерден. Ал шүкір жан, өмір деген бір қайғы, бір қуанышты болсын, арты тойға бөлерсін. Әрқашан енді осы келін өзіңіз дегенде, өзің сияқты болып шапқылап, сенің айтуы жұмағы. Бір қол суға салып отырсың, дегенің бір атасын, адал келін болсын, инабатты, ұрбалы келін болсын. Әрқашан қызметті екіде екі жаққа бір болсын. Әрқашан сол келінді жақсылығына олай берсін, үйлесін өздеріне. Биыл міне жар той болады, келесі жыл әлде той болады. Той қаласа берсін, мұңайма, әрқашан тойға келеді. Осында отырған барша көрші қауымның үйінде осындай жақсылық бола берсін. Тойлар той қылыса берсін. Менің алып күйеуімді бірлікіне ел халыққа ойларын қойғыза берсін. Адам бағдарын бақытты бала болсын. Екі жаққа келмей балдардың қызметі бұйырсын. Аға келдің бір адам бала болсын. Ойны болсын, бізден жолын ете берсін. Ойын қойылмасын көңілді бірлеп жатыр айналайын. Сол келіннің алдында келіндеріміздей үлгілі, әдепті келін болсын. Төрт қалаға белгілі келін болсын. Өздеріңді абысындарыңда қандай. Солардың жолын берсін, өмір жасы ұзақ болсын, екі бала қосағымен қоса барып, құдалықтарың мың жылдық болып, солардың қызықтарын көру біздерге нетіспесін айтты. Тойың той қыласын. Pode, Doi.
Allah'ın iyidir var diyelim, soyunur var kapalıların olsun, jastары ұзақ болсын, екі жастың денсаулығы мықты болсын, алдарында бір адал бала шаңырақтар шаңырақтар керегелер кең болсын, керегелер кең болсын, шаңырақтар биік болсын. Сол барлық болсын, ағайын туғаның, құдағайлардың бәрінің отбасында осындай ойлар болсын. Қыздар айтыңыз. Қуанышқа бөленіп жатсыңдар. Дастархандар әрдайым жақсы сыйларға жайып. Келінің қадемі құтты болып, үстің өніп, қуанышыңыз көп болсын. Тойлар тойға ұласаймыз. Бақыттары баянды болсын, өздері сау болсын, өздеріне өсіп өніп көбейе берсін. Кеңше мына екі жаққа қызметі бұйырсын сол. Өзің ойлағандай адал келін болсын. Бәрімізге тойда көрсек. Қуаныштың көрі мағынын саған беріп сақтайым, немерелі көбірелі үлгілі семья болсын, жеңшесі ұлап құттықтайым келіштері, әуретмесе әдемі құттық келіңдер. Жоқ, айтқан жоқ, қазір мен айтамын. Дастархан әрқашында жақсы күнде жайымыз. Amanlık, elinin sağlığını ver, dastırkanın bereketini ver. Ketkenlerini keltire ver, kemikleri doldurur Allah. Dastırkanın bereketini ver gelsin. Yeni batkan kelinin ayağından ver Allah. Koyuşunun ayağından ver Allah. Denge sağlık ver, başka amanlık ver Allah. Osu gelin kutlu kelin bol. Ağayınlarga, көрші қоланға, өздеріңе бәріңе де жақсы қызметі бұйырғай. Алла бәрің де осында келін тойға жеткен. Рахмет. Рахмет. Сіздердің де тойларыңызға